Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен сырлы сұхбат айдары. Бүгінгі сырласуымыз тағылымды тарих пен тұғырлы тұлғаларға тағзым етуді өмірлік мұрат еткен жанмен өрбиді. Ани Мұратбаевтың мемориалдық музейінің директоры, аудандық әйелдер кеңесінің төрайымы, руханияттың шырағын жағып жүрген парасаты биік, сөзі де, өзі де өнеге болар тұлға Асанова Роза Шорағызы бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері. Роза Шорағызы, алтын уақытыңызды бөліп сұхбат беруге келіскеніңізге алдын ала рахмет. Ал енді сырлы сұхбатымызды бастасақ. Роза Шорағызы, жақында ғана ауданымызда үлкен жаңалық болды. Әйтеке би кентінде руханият орталығы ашылды. Алғашқы сұрағымыз осы тарихи сәтке байланысты болмақ. Бұл орталықтың ашылуы туралы не айтасыз? Рахмет сіздерге де осы сұхбатқа шақырғандарыңызға. Енді жалпы руханият орталығынан бұрын руханият дегенге тоқталып кетсек деп ойлаймын. Руханият ол біздің адамдарымыздың ішкі жан дүниесіндегі бір қараңғылықтан шығу, жарық дүниеге ұмтылу деген мағынаны білдірсе, бұл руханият орталығы сол адамдарымыздың арман қарата жақсы жағдайда дамуына ықпал ететін үлкен бір қасиетті орын. Мұның ашылу салтанатында болдық, өте керемет жағдайда өтті. Осындай керемет ғылым мен білімді, тарихты әрбір адамның жан жүрегіне жеткізетін рухани орталықты ашуға атсалысқан аймақ басшысына, аудан әкімдеріне және басқа да азаматтарға көп рахметімді айтамын. Осы орталықтың ішінде аудандық әйелдер кеңесінің жеке бөлмесі ашылғаны айтарлықтай жетістік. Бұл туралы не айтасыз? Бұл енді өзіңізге белгілі, қазіргі уақыттарда үкіметтік емес ұйымдарға өте үлкен жағдайда көңіл бөлініп келеді. Соның бірі аудандағы әйелдер кеңесі. Бұл әйелдер кеңесі 2001 жылы құрылған болатын ауданымызда. Міне сонан бері ешқандай кабинетсіз жүрген адамдарға осындай керемет рухани орталықтың ішінен әйелдер үшін осы кабинеттер беріп, олардың жиі бас қосуына жағдай жасап, мұрындық болғанына өте біз қуаныштымыз. Сол жерде біз аймақ басшысына кездесіп, біздің аналармен кездесіп, бүкіл әйел қауымның атынан өзіміздің рахметімізді жолдадық. Руханият орталығы мен әйелдер кеңесі алдағы уақытта қандай жобаларды жүзеге асыруды жоспарлап отыр? Жалпы әйелдер кеңесінде бұрыннан да үлкен жобалармен жұмыс жасап келе жатырмыз. Кеше ғана ашылу салтанатында біз биылғы жұмысшы мамандықтар жылына байланысты, әрі оның үстіне осыдан 2 жыл бұрын Қызылорда облысындағы біздің ауданнан шыққан белгілі қыздардың елге төркіндеп келу сапарына байланысты үлкен бір кездесу өткізген болатынбыз. Кеше осы руханият ашылған кездерде сол жобамызды ары қарата жалғастырып, елдің аналарымен кездесу өткіздік. Және үлкен бір жоба облыстан бастау алған бұл алтын той иелерімен кездесу. Біз алдағы уақытта да ұлттық құндылығымызды, отбасындағы құндылықтарды дәріптеу мақсатында осындай жобалармен жұмыс жасай беретін боламыз. Қазіргі жас аналар мен болашақ аналарға қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы сіз бұл жерде аналар деп қана айтып тұрсыз да, қыз келіншектер емес, аналар. Егер де ол ана болатын болса, ең бірінші кезекте өзінің денсаулығына бала күнінен мән берсе екен деп ойлаймын. Неге дегенде қазіргі уақыттарда бір үйдегі 5 баланың біреуі аурушаң болып жатыр. Оның барлығы біздің қазіргі қыздарымыздың отбасында кішкене қыз болып өсіп келе жатқаннан бастап, өз денсаулықтарына дұрыс қарамауынан, бір жағынан дұрыс тамақтанбауынан деп ойлаймын. Енді қазіргі энергетикалық сусындарға жоламаса екен деймін. Жас күннен балаларды солай тәрбиелесе, біздің аналарымыз да, болашақ аналарымыз да денсау баланы ұрпақтарды әкелетін ол үлкен күш, сондықтан да оларға үлкен денсаулық тілеймін. Денсаулықтарын күтсін. Ани Мұратбаев музейінде жастармен жиі кездесулер өткізіп жатасыз. Жастардың тарихқа деген қызығушылығы қандай деңгейде? Жалпы мен жоғары деңгейде деп айта аламын. Өйткені Ани Мұратбаев барлық жастардың ең алдында тұрған үлкен көшбасшы. Сондықтан да біздің болам деген бала Ани Мұратбаев музейіне келіп, елдің тарихымен танысып, ол жердегі үлкен тұлғаларды көріп тануға өте көп құлшыныс білдіреді. Сондықтан да жастардың бойында патриотизм бар деп айта аламын, тұлғаларға еліктеушілік бар деп айта аламын, және осы біздің тарихи, өзіміздің отанымыз, қазалымыздың тарихын тереңдете білуге дегенде үлкен құлшыныстары бар. Сіз басқарып отырған әйелдер кеңесіне жаңа мүшелер қосыла ма? Әрине қосылады. Біз қай кезде де әйелдер кеңесі тек қана шектелген топпен ғана жұмыс жасамаймыз.
барлық 19 ауылдық округпенен қала кентті қосқанда 21 округтың әйелдеріменен бірігіп жұмыс жасаймыз. Ол жерде әрбір ауылдарда төрайымдар бекітілген, және олардың құрамында да бірнеше адамдар бар. Оның барлығы елдегі адамдарменен тығыз байланысты. Әрі бізде сол кісілерменен бірге ауылдық жерлерде үнемі шаралар өткізіп, осындай мүшелерімізді онан арман қарата кеңітіп отырамыз. Сіздің ойыңызша қазіргі таңда әйелдердің дауысы мен белсенділігі ел өмірінде жеткілікті деңгейде естіле ме? Енді бұл сұраққа келген кездерде мен республика көлемінде демей-ақ қояйын, өзіміздің ауданымызды ғана алатын болсақ, қазіргі кездерде бизнесте де, қоғамда да, саясатта да жүрген біздің әйелдеріміз ер адамдармен иық тірестіріп жүргенін айта аламын. 50-50 жүр деп айта аламын. Кешегі депутаттық сайлауда да біздің қыздарымыз сайлау барысында өздерінің белсенділіктерін көрсетті, және біздің 2 қызымыз депутат болды, және мемлекеттік қызметте жүргенде бірнеше қыздарымыз бар. Бірақ енді бір ғана мәселені тағы баса айтқым келеді, ел ағаларының құлағына құлақ қағыс болсын. Біздің қыздарымыздың алдағы уақытта мемлекеттік қызметтерде, жоғарғы басшылық қызметтерде, ауыл әкімдері болуға көптеп қыздарымыздан да саны көбейсе деген арманым бар. Және сонымен қатар осы әйелдер кеңесінің көп ықпалыменен қазіргі кездерде құрметті азамат деген аналарымызға берілетін үлкен атақты да алып жатырмыз. Мұның барлығы бізге дегендегі көзқарастың оңында екеніне мен тағы да рахмет айтқым келеді. Сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет апай. Рахмет сіздерге де.